Алейкум достар, қызметті Бепик компаниясының серіктестерін шақырған жаңадан келген қонақтар, сіздермен эфирда бүгінгі күні Бепик компаниясының біздің жүйеміздегі серіктестердің көшбасшылардың рұқсатымен маған беріп жатыр. Бүгінгі осы біздің тұсаукесерімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Есім менің Мархабат Амырхан. Мен Қызылорда қаласының тумасымын. Қазақстан мемлекетінің азаматымын. Өзім бұрын соңды осы компаниямен мен 2017 жылы танысқан болатынмын. Біздің компания, Бепик компаниясының ашылған күні, бұл 11 қараша айы 2016 жылы ашылған болатын. Официально ашылған, арнайы ашылған күні 2017 жылдың 15 қаңтарында дүниежүзілік арнайы бәрі дүние жүзіне 180 мемлекетке арнайы ашылған болатын. Бұл ақш компания, Америка құрама штатының компаниясы. Бепик деп аталу себебінің өзі асудан асуға, биіктен биікке көтеріле берейік, бірге жұмыла көтеріле берейік деп осы компанияны мына алдарыңызда отырған Дан Патнамның отбасымен бірге, осындай кісілермен бірге мына жерде командасындағы тұрған бірнеше докторлар, врачтардың арқасында 2017 жылы ашылып, паш етіп бізге керемет өнімдермен таныстырды. Бұл компанияда жалғыз Патнам отбасы ғана емес, сонымен қоса мына жерде отырған докторлар, врачтар, бірнеше адамдар осындай бізге өнімнің қажеттілігін, сол 17 жылдың әлеуметтік жағдайға қарай, адамдардың денсаулығына қарай осындай керемет өнімдерді әкелді. Мына жерде көрсетіп отырғандай, бір қарап жіберейін. Бұл өнімдерді шығарған кісі Баламути Амбати, Уильям Хеннен, Ким Мин Су және Адам Сауседа деген врачтар жасаған болатын. Әлемге әйгілі сондай керемет өнімді біздің GMP деген сертификатымен дайындатылып, бұл өнімді халал және кашер және де басқа да кісілерге де арнайы ішуге болатындай етіп дайындатылып, осындай бірнеше сертификаттары алынған болатын. Онан кейін біздің Қазақстандағы азаматтар да Қазақтың халал сертификатында дайындатып, бұл өнімдерді керемет біздерге паш етіп, мінеке 2000 алдарыңызда тұр, 2024 жыл ма, 23 жылдары біз халықаралық сертификатымызды алған болатынбыз. Бұл өнім біздің қолымызда, мына ең керемет сол 17 жылы, сонау 17 жылы қолымызға осындай күш қуат беретін керемет тамаша Elevate деген өніміміз қолымызға тиді. Бұл өнімнің кереметтігі жасушалардан, 23 жасушалардан тұратын өнім болатын. Бұның бізде мына сыртында қорапшасына қарап, мен өзім кезінде танысқан кезінде витамин А, С, Д, Е, кальций, Б группасының барлығы бар екен. Және әлемге әйгілі керен құлақтардан тұрады екен. Кардицепс деген, Қытайдың императорлары ішкен кардицепс деген, чага деген, бакопа мане деген керемет осындай керен құлақтары бар. Тамаша өнімді өзімде сүйсіне ғашық болып 15 қаңтарда естіген болатынмын. Сол күннен бастап мен өзімде бұл өнімді қолдана бастадым. Бұл өнімнің арқасында менің күшкерлігім артып, қуанғаннан сондай жүгіріп шауып энергияның арқасында денсаулығымды жөндеген болатынмын. Бұлмен қоса мына жерде жазылып тұр, бұның құрамы өте бай, сондай бір ғана капсула ішінде осыншама жасыл жасушалар менен адамның ағзасына бір күндік тағамның бәрі қалай бұның бір ғана капсуланың ішінде деп таңғалып келген болатынмын менің өзімде. Осыны өнімді күнделікті тағам ретінде қолданған арқасында қазіргі таңда осы 8 жылдан бері бірнеше адамның денсаулығы да, әлеуметтік жағдайы да жақсарып жатқанын естіп жатырмын. Оның кейін бізде керемет өніміміз келе бастады. Осы бір компаниямыздың ашылғаннан кейін, бір жылдан кейін қолымызға мынада акселерейт деген өніміміз келді. Бұл акселер екі өнімнен тұрады. Өзі біреусі акселер слип деп аталады, екіншісі акселер рестори деп аталады.
акселер слип деген түнгі ағзаны ұйықтауға дайындатылған өнім болады. Бұл жаңағы адамның бойынан өзі ерте ұйықтаған жағдайда мелатонин бөлінетін болса, сол мелатонин арқасында адамда жасару процесі жүретін болса, бұл өнімді осының ақ капсуламыздың құрамына бірнеше жаңағы жабайы шөп шаламдардан дайындалып, және осындай керемет тамаша өнімді біздің қолымызға мынандай қылып тигізді. Онан кейін бұл өнімдердің құрамы енді мен енді бүйтіп жаңағы не қатты терең үніліп қатты өзімде қараған жоқпын, бірақ бірінші күннен бастап, осы алдыңғы элевейтті ішкеннен бастап өзімде сүйсіне бұл жаңа акселерейттің түнгісінде ресторында ішіп қолданғаным арқасында тамаша нәтижелерге жеттім десем болады. Өйткені бұл жерде жаңағы адамдардың ағзасына нерв жүйелерін жөндеуге арналған витаминдар бар екен құрамында. Соны іше келе, мына өзіміздің де қаншама жаңағы нерв жүйесінен басталатын аурулардан айыққанымды білемін. Және мына акселер ристори деген өнімде бұл жерде күлгін түсті капсула болып келеді өзі. Бұл адамның ағзасында асқазан жүйелеріне пайдалы өнім екенін білем. Бұл өнім жаңағы үлкен дәретті көп жеңіл түрде жеткізетін өте тамаша өнім десем болады. Бұның құрамында жаңа пептиды тіріде және жаңағы не дейді, бифидобактериумдар бар екенін білем. Бұның құрамында өзімде қарап көрдім, даже капсуланың ішін ашып та бірайынша. Бұл өнімдерді мына түнгі тағамдарды бізге ашпастан бір капсуладан күнделікті ифтар алдында қолдануға дайындатылған өнім деп айтылған болатын. Біз осы сол күннен бастап, қолымызға тигеннен бастап бұл өнімдерді қолданғанның арқасында жалғыз менің емес, біздің серіктестердің бірнеше ауруларынан айыққандарын да осы күнге дейін танысып, айтып жеткізе аламын. Онан кейін мына жерде бізге кейін келген бұл өнімдерге қосымша бұл қолданған кезде бізге әрине су қажет деп айтылады. Суға мынадай хайдрет деген өніміміз бар. Хайдретті біздің 2 литр суға бір ғана кішкентай өзі сашеден тұрады, соны салып жіберсе, күнделікті адамның жаңағы сашенің арқасында күнделікті адамның кальций, ионизированный, кальцинированный су деп айтылады. Өзі мына Жапон мемлекетінде 130 жасқа дейін адамдар өмір сүре алады екен да. Не себепті десе, өйткені сояқта теңіздің балдырларынан алынған жаңағы құрамында кальций бар балдырларды осы хайдрет деген өнімімізге араластырған арқасында, қосқанның арқасында жаңағы сүйектеріміз жақсарып, соның арқасында адамдар жаңағы 130 жасқа дейін өмір сүріп жатыр дегесін. Біздің қолымызға жаңағы аралдың аты Океанаба деп аталады. Өздеріңіз Google'дан қарасаңыздар болады. Сол жердегі адамдар сияқты ұзағырақ өмір сүргіміз келгеніміз себептен осындай біздің өнімдерді әрине сумен қолданатын болғасын, бізге компания хайдрет деген өнімді кіргізді. Бұл өнімді ішкелі бері мен өзімнің жаңағы сүйектерімнің жақсарғанын білем. Өйткені мен 15-ші жылы сіздерге арасында айтып кетейін, 2015 жылы менің тобығым сынған болатын. Соның кесірінен жаңағы отыратын жердегі седалищный нерв дейді ғой, сол жерлерім ауырған болатын. Біразға дейін тізем жүргізбейтін. Сондай аурулардан кейін айыққанды білем. Оны да кеңес етем, осы хайдретті араластырып, осы біздің өнімдерді қолдануға. Келесі өніміміз біздің Б-кардио деп аталады. Бұл Б-кардио деген мына жерде жаңа айтылып кеткен жаңағы врачтардың ішінде именно жаңағы доктор, врачтар, Адам Сауседо, Баламути Амбати деген кісілер сонау 17 жасында жаңағы күшті керемет дәрігер, ғалым атақтарына ие болған жаңағы докторлар. Баламути Амбати 17 жасында Гарвард университетінде сондай нені алған доктор университетінің ғалымдары осындай өнімді бізге осы 22-ші жылдары бізге паш етіп көрсетті. Бұның құрамында Б-кардио деген жүрекке арналған өнім болғандықтан
Бұның құрамында бір керемет эларгинин деген, элтианин деген өнімдерді қосып отыр. Бұл аргинин деген өніміміз тоже Гуглдан қарасаңыздар 6 рет медицинада Нобель сыйлығын алған өнім. Бұл не себепті десеңіздер, бұл енді тереңірек оқысаңыздар, біздің мына қан тамырлары сұйықталып жақсы жүру үшін, жұмыс жасау үшін жаңағы эларгининді қосындысына қосқанның арқасында мына біздің көп кісілердің ишемический болезни, жаңағы жүрек ауруларынан айығып отыр. Қазір сіздермен нәтижесін бөлісетін қыздарымыз болады. Осының ішінде мына қан тамырларының арқасында давление, жаңағы қысым ауруларымен жеңілдеген бір талай адамдарымыз бар. Бұның өте дәмді, ішсеңіздер, малинаның дәмі аузыңызға татитындай керемет, сондай жеңіл ішілетін, жаңағы сусын тәріздес жасалынған сондай осындай керемет бекардио өніміміз бар. Онан кейін келесі өніміміз мына жерде Бепик Гринс деген өніміміз бар екен. Мен алып жіберейін. Мына жерде Бепик Гринс деген өніміміз тамаша. Бұның ішінде жаңағы жасыл көк шаландардан жасалынған десем болады. Почвасы тамаша, экологически тамаша жерлерде жасыл шөп шаландардан жасалынған сондай дәмді, құрамында енді бұнда ауыз толтырып айтатындай өнім. Бұл өнімді даже мына онкология ауруларымен даже ауыратын кісілерге ішуге кеңес ететін Израиль мемлекетіндегі врачтар, себебі бұның құрамында хлорамин, хлорофилл деген керемет өнімдер бар. Сонымен қатар мумия бар. Мумияны өздеріңіз білесіздер, ұзақ өмір сүруге арналған шөп шаландар, және де оның ішінде жаңағы арпа, сұлы, бидай өнімдерінен жасалынған, көк кезінде алынған шөптерден дайындатылған сусын. Бұны жаңағы иммунитетін көтергісі келетін, онкология ауруын алдын алатын, болдырмайтын, сондай барлық әйел адамдардың ағзасына, жасы келген әйел адамдардың ағзасына да қолданылуға болатын керемет Бепик Гринс деген осындай жасушаларымыз бар. Напитокобразно ішуге болады. Оның кейінгі өніміміз иммунокод. Иммунокод деген, енді мен сіздерге айтар едім, бұл иммунокодты, бұл мына жерде Уильям Хеннон деген врач өзінің баласының, өзінің осы сонау 20-шы жылдары бәрімізге бір ауру індет келді ғой, бәрімізге дүние жүзі бойынша. Сол індеттің кезінде өзінің қызы жаңағы ауыр аяқты болғанда немересін сақтап қалу үшін арнайы дайындатылып, бұрын сонда ізденісте болған жаңағы докторымыз жан жақтан іздеп трансфер факторды неше жылдап бұл адамдардың жаңағы врачтардың алдын ала іздеп жүрген өнімін специально мынандай осының иммунокодқа қосынды есебінде жаңағы трансфер факторландыру үшін жаңағы дайындаймын деп өзі қызы үшін ышқына дайындаған 20-шы жылы шыққан біздің керемет өніміміз. Бұның құрамында жаңағы не бар, молозивтің сүт жаңағы уызынан жасалынған, осы сонау бір Россияның кезінде молозив деген біздің врачтардан кезінде дайындатып сұраныста болған, бірақтан оны кейін осы Уильям Хеннон жасап кеткен дайындатылған өнім. Бұны жас баладан, шақылықтай баладан қария, қарт шалдарға дейін қолданатын осындай кодированный иммунокод деп атына айтылып тұр ғой. Генетический заболеванияны болдыртпайтын, иммунитетті көтеретін, сондай керемет дайындатылған осындай өніміміз 20-шы жылдан бері біздің жаңағы қолданыста болып жатыр. Мен бұл өнімді мен де сүйсіне жақсы көрем, және күнделікті қолданам. Біздің жаңағы екінші аптечкамыз десек те болады. Бұл кішкене салқын тисе, суық тисе, мұздай суды ішіп қойған кездері осы иммунокодты қолданып жүрсек, ешқандай жаңағы анау-мынау тұмау, жеңіл желпі аурулардан қорғаныстамыз десем болады. Келесі өніміміз бұл регенерейт деген өнім шыққан болатын. Бұл регенератор, яғни айтқанда денемізді жаңағы регенерирует дейді ғой, мына қан тамырлары менен жаңағы ет пен сүйектің арасындағы салқындарды, суықтарды алуға дайындатылған. Сол пандемиядан кейін бәрімізде жаңағы нені ішіп кеттік қой, осы куркумин және куркумадан дайындатылған керемет осындай өнім дайындатылды. Бұны енді мен сіздерге айтар кеңес ететін едім. Жаңағы өкпе
өкпе ауруына, туберкулез, жаңағы көптеген жаңағы нелерге, құрғақтанған жерлерге бұны алдын ала шай есебінде күнделікті 3 мезгіл ішсеңіздер де артық болмайтын керемет регенерирующий деген антибиотик, жаңағы үлкен жастағыларды жасартатын керемет осындай шайымыз бар. Бұл өнімді жаңағы тілдің ылғалдандырып тұратын жерді құрғап кеткен кезде қолданысқа иеленсеңіздер, мына даже мидың қыртысына да құрғатпай суландырып тұратын осындай регенерейшн деген керемет өніміміз десем болады. Тамаша өнім, бәріңізге тоже бұны да кеңес етер едім. Оның кейін келесі өніміміз дринк шринк шай дейді. Бұл дринк шринк шайды кеше ғана бір кісі өзінің нәтижесімен бөліскен кезінде бар өнімдерді ішпес бұрын алдын ала осы дринк шринк шайын ішіп, ағзаларыңызды тазартып алып барып, сонан кейін бастасаңыздар, мына элевейттің, акселерейттің өнімдері сіздердің ағзаларыңызға тезірек жұмыс жасауға көмектесетін керемет шайымыз бар. Дринк шринк деп аталады. Атынан ақ түсінікті шығар. Жаңағы үлкен дәретті бұл қортқан кезде, мына асқазанның ауруларын қортқан кезде сондай жеңілденіп қаласыздар. Салмақ тастайтын қыздарымызға да көмек беретін тамаша құрамы, сондай дәмді, жаңағы 2 түрді дәмді тұратын осындай өнімдеріміз бар. Енді дәмдерін толығырақ, біреу ананасқа сәйкес келеді, біреусін енді тәтті, сондай ішуге болатын керемет шайымыз бар. Онан кейінгі өніміміз омега 6 деп айтылады мына жерде. Бұл омега 6, енді сіздерге айтайын, Норвегияның врачтары арнайы біздерге, біздің компаниямызға, BP компаниямызға дайындатылған жаңағы омега 3 құрамында 6-9 бар. Сондай майға, балықты майына өте бай, керемет омегалардың ішіндегі ең кереметі десем болады. Дәмі де қандай, қызыл балықты тойымды жегендей боласыздар. Енді омеганы өздеріңіз білесін шығарсыздар. Ол енді мына адамның бас память, есте сақтау қабілеттігіне, жүрекке, жаңағы зоб аурулары ауырған кісілерге, даже Паркинсон ауру дейді, Альцгеймер дейді, мимен байланыстыратын және есте сақтау қабілеттігін арттыратын керемет өніміміздің біреуі десем болады. Мен енді сүйсіне жеймін, бұл өнімді жеген күні балықты да іздемеймін десем болады. Келесі өніміміз енді мына жерде full taps деген осында ер азаматтар, болсын әйел азаматтарына, автомашинамен жүретін жүргізушілерге дайындалған керемет тамаша өніміміз бар. Бұл енді жаңағы біздің күнделікті қолданатын бензин дейді ғой, бензинді экономдайтын және жаңағы катализатордан жаңағы бұзылмауына алдын ала көмектесетін осындай таблеткамыз бар. Бұл таблетка 20-30%-ға дейін біздің машинамыздың бұзылмауына, арапа дейін жатырмын ғой, автокөліктеріміздің бұзылмаударына өте көмектесетін осындай үнемдейтін керемет full taps деген өніміміз бар. Яғни біз адам баласы ішкі ағзамызды тасталасақ, біз жаңа автокөлігімізде ішкі құрамын таза, жақты, ұзағырақ ұстағымыз келгендіктен осындай full tapsты бәріне кеңес етеміз. Бензин қосатын жаңағы азаматтарға осыны қолданған арқасында көптеген қаражаттарыңызды үнемдей отырып қолдана алатын осындай full taps деген керемет өнім біздің BP компаниясынан да шығады екен. Осындай өнімдеріміз бар. Біздің жаңағы біздің осындай өнімдеріміз бар компаниямыздың арқасында мен өзім нәтижемен бөлісіп кетейін. Мен сол 2017 жылы 15 қаңтарда келген болатынмын. Жаңа айттым ғой, аяғым ауырып келген кезінде.
сондай ағзама өте қажет екенін түсіндім да, басқа компанияларда бөлек ішетін өнімді бір ғана капсуламен ішуге болатынын түсініп, сондай бірден естігеннен қатты ғашық болдым бұл өнімге. Сол жерде алуға менің де қалтамда қаражатым болмаған болатын. Сол қаражатты қалай табады екен деп, мына жердегі бизнес маркетинг жобасына да қарадым. Маған көбінесе сол қызықтырды десем болады. Мен ол кезде өзімді ауру емеспін деп ойладым. Бірақтан біз жүре келе жаңағы ақша табамыз деп келе, бірақтан өзімнің бірнеше ауруымнан айыққанымды білемін. Енді миома, киста, полипы деген ауруларды мен жаңағы ауру деп те санамаппын, өзімнің бойымда жүргенін білмеппін. Жаңағы жасым келе көзімде глазной тик нервідан жаңағы аяғымның жердің тез қозғалып баратқанын байқадым. Ол қысым ауру екенін байқадым кейінгі күні да. Онан кейін өзімнің аяғым ғана ауырады екен деп, жаңағы сүйектерімді ғана ауырады екен деп жүрсем, бірнеше аурудан айығып, онан кейін жан жақтағы адамдарға айта бастағаннан, осы жан жақтағы достарым да, таныстарым да, басқа сырттан да, көптеген интернет парақшасынан да қаншама адамдар келігіп, осы өнімнің арқасында айығып, қазіргі таңда 700 мыңнан астам, миллионға жуық нәтижелер бар. Енді солармен, нәтижелермен бірге, менімен бірге бөлісетін осы жердегі кісілерді шақырып, айтпақшымын, нәтижесін бөлісіп жіберсе екен деймін. Қалай қосылады? Я сама подключу. Мархабат, ты дай слово, я сама подключу. Осы жерде ең бірінші қазір Жанат Бағашар деген қызымызға бергім келіп отыр. Ең бірінші осы кісі қосылып нәтижесімен бөліссе екен деймін. Кеш жарық баршаңызға. Маған өзімнің нәтижелерімен бөлісуге сөз бергендеріңізге үлкен рахмет. Менің есімім Жанат Бағашар. Мен Алматы облысы Шелек өңірінің тұрғынымын. Жасым 29-да. Осындай жас болуыма қарамастан, қазіргі таңда экологияның, жаңағы дұрыс тамақтану, салауатты өмір салтының бұзылуына байланысты ауру жасты, кәріні таңдамайды, жасты таңдамайды. Мен осылай 2015 жылы күрделі аутоиммундық ауру ревматоидный полиартритке шалдықтым. Басында менде буындарымда ешқандай жалып болмады. Менде тек қана температура болды жоғарғы, жаңағы 39-40 градустағы температура, тамақ ауруы болды, танзилит болды. Одан кейін сол жаңағы недомогание, общая слабость, сондай менде ұзақ уақыт антибиотик, жаңағы противовирусный дәрілермен емдеді, ешқандай результат болмады. Соңынан менде уже гормональная терапия басталды, так как менде ешқандай медикаментозный емге не подавался, ситуациям подаваться етпеді. Нәтижесінде мен осы 10 жыл шамасында сол гормонотерапия, иммуносупрессивный терапиямен жүрдім, традиционный медицинадағы. Оның побочный эффекттері де өте көп болды. 1 жылдан кейін менде суставной синдром қосылды, жаңағы өзімнің негізгі озноб, лихорадкама. Солай менің өмірім до и после болып қатты өзгеріп кетті. Менің жаңағы өмірге деген құштарлығым бәрі төмендей берді. Менде андай депрессивный состоянияға түсіп кеттім, жас болғаныма қарамастан. Сөйтіп көп іздендім. Менде осы дәрі-дәрмекпен қоса көптеген баттарды тұтындым басқа компанияларында. Олардан аса бұндай нәтиже көрмедім. Мендегі ең негізгі жаңағы жалып ол деген гормонна зависимость болды да. Мен как наркоман сияқты кішкене 1 миллиграммға гормонды схемамен азайтып отырдым, ревматологтармен үнемі консультацияда болып. Бірақ мен 1 миллиграмм азайтқанның өзінде как жаңағы озноб, лихорадка мені мучить етіп, қайтадан менде жаңағы қатты
халімнің нашарлауы болатын. Мен сөйтіп қиналып жүрдім ұзақ уақытқа дейін. Нәтижесінде мен осы BAP компаниясының Elevate өніміне жолықтым. Аллаға сансыз шүкір айтам, сол күнім әлі есімде. Солай мен осы өнімді ішіп бастадым. Бірінші күннен бастап керемет әсер ала бастадым. Көңіл күйім көтерілді. Таңертең іше салысымен кәдімгідей энергия береді да адамға. Өзіңе жаңағы сенімділігің пайда болады. Кәдімгідей керемет сезінесің енді өзіңді. Сөйтіп соның арқасында мен де осы өзімнің негізгі дәрілерімді азайттым. Қазіргі таңда осы жасушалық тамақ, Elevate және кейіннен қазір Regenerate жаңағы куркуминовый чайды қостым өзімнің күнделікті тамақтануыма. Сол екі өнімнің өзі маған керемет нәтиже берді. Қазіргі таңда мен дәріні пайдаланамын, бірақ өте аз мөлшерде пайдаланамын. Және де соған қоса көптеген жаңағы 10 жыл бойы дәріні пайдаланғаннан кейін менде көк бауыр, ұйқы безі, іш құрылысы, жаңағы асқазан ішек жолдарының ауырсынуы болды, жаңағы побочный эффект, сосын жаңағы стресс, депрессия болды, ешқандай зауқым соқпайтын ештеңеге, жаңа нәрсені үйренуге, сондай өмірге деген құштарлық төмендеп кетті ғой енді аурудың нәтижесінде. Солай мен осы Elevate өніміне үлкен алғыс білдіремін. Осы өнімнің арқасында қазіргі таңда осы барлық денсаулығыма байланысты проблемалар шешіліп жатыр. Одан кейін менде қатты тағы мені мазалаған нәрсе ол гормонозависимость, гормонотерапия кезінде адамда Исинга-Кушинга синдромы деген нәрсе болады. Адамның жаңағы жоғарғы дене бөліктері, соның ішінде мына бет бөлігі ісініп кетеді да, ай тәрізді. Лунное лицо дейді ғой, сондай болады. Ол мен жас болғандықтан маған қатты әсер етті көңіл күйіме. Солай мен біраз уақыт жаңағы қоршаған ортамдағы адамдармен де араласқым келмей, өзімді шектеп, көп нәрседен шектеп кеткен болатынмын. Қазіргі таңда осы барлық проблеманы маған бір ғана жасыл капсула Elevate өнімі шешіп отыр. Мен осы компанияға, осы өнімдерге шексіз өзімнің ризашылығымды білдіремін. Тағы да осы куркуминовый чайды ішу арқылы менде тағы байқағаным ол зат алмасу процесін, қабыну процесін бастыда. Нәтижесінде мен аяқ қолымда қан айналым дұрыс жүрмегендіктен қалың киініп жүретінмін. Өзім осындай жаз уақытысында жаздың өзінде жаңағы жылы киімдермен жүретінмін, жаңағы қазір керемет. Сосын жаңағы көлге шомылу деген маған арман болатын. Осы алдында ғана біз июнь айында халықаралық форумға бардық қой, Бурабайға бардық. Сол кезде мен алғаш рет Бурабайға шомылдым. Міне бүгін өзіміздің Шелек өзеніне барып шомылып келдім. Бұл мен үшін үлкен жетістік. Сол айтатыным сол керемет. Жаңағы бұлшық еттерім қалпына келіп жатыр, тіземнің ауырғаны басылып жатыр. Полиартрит деген ол барлық суставтарда қабыну ғой. Барлық суставтағы өзінің иммундық жасушаларын, сол соединительный ткань бар ғой, сүйек пен еттің арасындағы тіндерді мені жеп, өзімді ішінен мені қатты мазалаған. Енді қазіргі таңда осы процесс басылып, менің өмірге деген құштарлығым артып, қазіргі таңда толыққанды өзімді сау кезімдегідей сезінемін. Осы компанияға алғысымды білдіремін. Осындай менде нәтиже. Рахмет, Жанат. Ем болсын, ары қарай жаңағы бізбен бірге үлкен командаң көп болсын. Келесі сөзді мына бізде осындай бірнеше нәтиже алған Сәкен апайға бергім келеді. Жаңа айтып кеткенде біраз аурудан айыққан, осындай жасына қарама 73-ке келсе де бізбен бірге осындай өнімді ішіп отырған керемет жаңағы апайымыз бар. Енді өзі айтып жіберсін, бөліссе екен нәтижесімен деймін. Қайырлы кеш, достар, қалдарыңыз қалай? Мен Сәкен Темірба, Алматы қаласынан, жасым 73-те. Мен енді Алматыда ревматизм болып ауырған бала кезімнен, содан мен асқынып, уақытында қаралмағаннан давление, жүрек, басқа аурулардың бәрі кетті. Содан мен 17-ші жылы
сен неде мен операция болды, 2 клапанға операция жасады. Содан мен жақсы болып шықтым, бірақ жас келген сайын ауырып көбейеді. Енді көп дәрі іштік, соның бәрі біздің асқазан ішек жолымыздың бәрі ауырады. Өйткені бәрі бәрі құртты ғой. Сондықтан өсіп жүргенде мен тикток арқылы келдім. тиктокқа қарап едім, сонда бізде Лаура отыр, Лаурадан кейін Асқар. Сол Асқармен бірге жұмыс істеп, осы бейбіттің несін іштім. Қазір менде, онан кейін менде инсульт болды. Инсультты осы март айында болды. Одан несін тосып жүргенде мен келдім, бірақ ішіп жаттым, жақсы болды. Қазір таңда мен өте жақсы, давлением түсті, қан сұйықтығы дұрысталды, аздышқа жоқ, асқазан ішек жолдардың бәрі дұрысталып келеді. Артрит бар енді аздап. Енді басқа да ішеміз. Енді қазіргі таңда мен есте қалу қабілетім бәрі дұрысталды. Енді бұл бейбіт компаниясына өте ризамын. Қазіргі таңда менде бәрі жақсы. Сердцебиение, мына жүрек қағысым өте жоғары болған. Адышкамен отырып қалған адам ғой. Қазіргі таңда жақсымын, марафон бастадым, 1 апрельден бастап. Содан бері мен денсаулығым дұрыстай бастады, давлением түсті, адышка жоқ, немеде клеткаларым дұрысталды, бәрі жақсы. Енді бұл компанияға өте ризамын. Керемет енді деген немене капсула, соның арқасында қазір космонавт сияқты ұшып жүрмін. Рахмет, Сәкен апай, деніңіз сау болсын, ары қарай өмір жасыңыз ұзақ болсын. Бізбен бірге осылай отырғаныңызға, қанша адамдарға көмектесіп отырғаныңызға үлкен алғысымыз шексіз. Біздер сіздерге қарап ары қарай дамып, өсіп, өне берейік. Рахмет үлкен. Сәкен апай, онан кейін осы жақта Орал қаласынан бізбен бірге осы өнімдерді қолданып, ізденісте болған тикток парақшасынан келген керемет апайымыз бар. Осы жерде жаңа Сауия Мендіғалиева деген апайымыз бар. Өзінің нәтижесімен, бұл өнімдермен іздеп жүріп, 5 жылдан бұрын ішкен екен, қайта іздеп жүріп қолданғысы келіп, осы өнімге Асқардың командасына келген Сауия Мендіғалиева кісімізге берейік сөзді, келесі сөзді. Рахмет, Сауия апай. Сәкен апай. Қайырлы кеш баршаңызға, құрметті серіктестер, Ақжайықтан, Оралдан баршаңызға ыстық сәлем. Мен Сауия Меңдіғалиева, Орал қаласының тұрғынымын, 64 жастамын. Енді менің өткен өмірім туралы айтатын болсам, мынаны диагноздың бәрі менің өткен өмірім. Осы 2020 жылдан бастап іштім Эпик компаниясының жасушалық өнімдерін. Оған шейін мендегі жаңа артрит, артроз, асқазан эрозиясы, миома, фиброзная кистомастопатия, 97 килограмм салмақ және сахарный диабет 2-ші түрі деген диагноз қойылды. Оның барлығы жаңағы менің мына медициналық карталарымда көрсетілген. 2020 жылдан бастап мен 2022-ге шейін бөліп іштім, ақшам жетпей эревитті капсуласын. Соның өзінде 2022 жылы менде жаңағы эндокринологқа барып қаралғанда 14-тегі сахар тек қана эревитпенен 7-ге түскен. Эндокринологическое здоровье дейді. Көп адам үшін повышенный, бірақ маған эндокринолог айтты, сізде 14-тен түсіп келе жатыр ғой, бұл сізге жаңағы жақсы деді. Және миома кетті ғой. Гинекологическое здоровье дейді, 2 жылдың ішінде жаңа менде миома кетті. Былай қарағанда мен 6 бала тапқан анамын. Және енді ол өнімдерді жаңағы тек қана бұл адамның денсаулығына, ағзасына ішетін тамақ қана емес. Элевит Эпик компаниясының өнімдері ол өмірге құштарлық, өмірді сүю, өмірге басқаша көзбен қарау. Себебі қазақта мақалы бар, тәні саудың жаны сау дейді. Кеше Оралдың ЯИК станциясына саламатты Қазақстан деген президенттік жоба бойынша демеушісі самұрық қазына пойызы келді.
сол поездың ішінде Астана клиниктің врачтары барып жұмыс істейді екен. Осы сахарымды Астананың клиниктің жаңа лабораториясына тексерейін деп жаңа барып сахар тапсырдым. Оны сахарный диабетиктер біледі. 6-да 2 ғой. Былтыр жаңа Асқарға тіркелгенде тиктокқа шығу үшін мен былтыр қараша айында мына Асқар мырзаға тіркелгенде түстім. 6-да 50-ді көрсетіп тұр. Былтырғы қараша айында 24. Кеше 6-да 2. Өзім қуанып кеттім. Врачтар сұрайды, апай неге қуанып тұрсыз деп. Мен айтамын, сахарым 6-2-ге түсіп қуанып тұрмын деп. Қайтадан тексердім, миома жоқ, артрит, артроз жоқ, асқазанда эрозия жоқ. Қазіргі күні мен деген осы элевит, мына бикардио, жаңағы мына акселерді кезек алмастырып ішіп отырам, өзімнің жаңа қаражатыма қарай. Бұл жаңа менің ойымша бұл өнімдер өміріңді өзгертеді ғой, достар. Өміріңізді өзгертеді. Себебі адамға дару дейді. Бізде тикток арқылы ақпарат бергенде энергия береміз. Өзіміздің денсаулығымызды жақсартқан жақсы күнге береміз. Мен былтыр Орал қаласынан ойлаған жоқпын, немерелеріммен бірге билеп гран-при жеңіп алам екен деп. Былтыр Орал қаласында наурыз айында әже өмірді ажары, немере өмірдің базар деген жаңағы өнер жақсы болды. Менде артрит, артроз болды. Өзім 97 болдым ғой. Мынаның бәрі салбыраған. Сол жаңа немеремен бірге қатыстым. Артрит, артроз менде кетіп қалған ғой. Мына жерімде холод болды. 97-ден қазір 82-ге түстім. Жаңа артық салмақ бар. Бірақ қазіргі күні мына фиброзная кистомастопатия болды. Қазіргі күні қолымды еркін көтере аламын мен. Артрит, артроз, мына буын аурулары жоқ. Мына жайық толқыны деген биді өзімнің немере қыздарым менің шабыт би толқыны ансамблінде билейді. Солармен бірге жаңа билей аламын да. Сосын наурыз айында менде шейный остеохондроз болды. Ол билейін деп отырған жоқпын. Сөзімді дәлелдейін деп отырмын. Наурыз айында немерелерім айтады, апай, біз әже біздер қашан жайық толқынын береміз, шығыс биін билейікші дейді. Сосын жаңа біздер немерелерімізбен қосылып жаңа шығыстың әнді жаңа полкс деген биін билеп шықтық. Яғни менде шейный остеохондроз кетіп қалған ғой. Қалай кетіп қалды, қашан кетіп қалды білмеймін, жаңа билеп шықтым да немерелерімменен. Сонда жаңа қазіргі күнде осы элевитті мен 5 жылдан бері таңертең көп адам ойлайды, бұл тамақ қой, тамақ. Кешедегі зумда айтты ғой, бұл жаңа энергия береді, жасартады, сауықтырады, көңіл күй береді, өмірге деген құштарлық, басқа көзқарас. Менде қазір сахар 6-да 2, миома жоқ, артрит, артроз жоқ. Балалармен бірге өзеннің жағасына, жайықтың жағасына барып тикток түсіріп отырсам, жастар сұрайды, әже не істеп отырсыз деп айтамын, тикток түсіріп отырмын деп. Жаңағы өміріңді өзгертіп, жаңағы адамға дару, көңілден су ішеді дейді ғой. Жаңағы мына тиктокта отырған барша серіктестерге риза болам. Зәкен апайменен бірге тиктокқа шықтық қой. Зәкен апаның соңынан сұрап жатыр, шынымен Зәкен апаның жүрегіне отта жасалды ма? Шынымен Зәкен апа жаяу жүре ме деп. Яғни біздер адамға даруды, басқа адамдарға жақсы ақпарат береміз. Жақсылық бумеранг, достар. Мына әрқайсың үшін қуаныштымын. Рахмет баршаңызға. Оралдан Сәуе апай. Қазір де кеңес беріп, осындай адамға себепкер болып отырмыз. Осы рахмет сіздің эмоцияңызбен. Мен де есіме түсіп біраз нәрселер күліп қуанып қалдым. Мына жерде тағы да айта кететін 1-2 өніміміз бар еді. Біз сонымен де таныстырып кетсем деймін, өйткені бұл жаңа өнімдеріміз десем болады. 25-ші жыл шығып жатқан осында керемет Epic Slim кофесі мен Epic Slim коллаген деген жаңа өнімдер қосылған болатын. Бұл өнімдерге қоса айтып кетіп отырған себебім, бұл жаңа мына алдымызда отырған Зәкен апай, Сауия ханымдар жаңағы жас көріп отқандарыңызда энергия, күш қуатпенен және жасарғысы келіп әдемі, салауатты, салтты өмір сүруге қабілеттеріңіз жетіп жатқанның арқасында осындай коллагендерді де бірге қолдансаңыздар деймін. Бәріңіз де қолданыңыздар. Бұл коллагендер біздердің денсаулығымызға күшті көмек беретін, сүйектерге тоже көмек беретін, бет әлпетке, тері беттеріне, шашқа, тырнаққа, көзге көмектесетін керемет осындай Epic Slim коллаген, Epic Slim кофе деген өнімдеріміз бар. Ары қарай жалғастырып кететін болсам, осы өнімдердің ішінде біздің компаниямызда 25-30 шақты өніміміз бар.
бірақ соған қарамастан бұл өнімдерде бізде жаңағы рахмет Сауия ханым, бұл өнімдермен қоса біздің компанияға тіркелетін жолдары бар. Тіркелу, яғни айтқанда бұл жерде біздің компанияның маркетинг жобасы бойынша қазір осы бүгін шақырылып отырған кісілер бірден орын алатын мүмкіндіктеріңіз бар. Шақырған қонақтарыңыз бірденен сіздердің артыңыздан жаңадан тіркеле сала сіздер орын ала аласыздар. Орын ала отырып сіздер тегін тіркелетін жолдары бар. Мына осы Epic Slim кофесі мен Epic Slim коллагендеріне тіркелсеңіздер, сіздерге бек-офис тегін ашылады. $19.95 тұратын өнімдеріңіз, бек-офистарыңыз, интернет-магазиндеріңіз сіздерге тегін беріледі десем болады. Және біздің компания осы шілде айында осындай күшті керемет мүмкіндік беріп тұр. Elevate өніміне де тіркелу қазір $19.95 жаңағы неғылам десеңіздер, қолданып қалам десеңіздер, тегін тіркеліп, осы өнімдерді алуларыңызға үлкен мүмкіндіктеріңіз бар. Және өздеріңізден кейін 2 адамды шақыра отырып, сіздерде дәл сондай мүмкіндікті келесі адамдарыңызға айтқан арқасында сіздер бірденен $35 таба алатын тағы мүмкіндіктеріңіз бар. Сосын ол кісіні 2-ден шақырған кісілеріңіз сіздердің әрқайсысы осындай $35-дан мен де алдым деп айтып жан-жақта басқа да өзінің 2 адамнан әрқайсысы шақырған кезде олар да 2-2-ден шақырғаны үшін $35-дан бір алады. Және осылай сіз бірінші бастап жаңағы 2 адаммен 6 адам шақырғаныңыз үшін компания сіздерге бізде лайфстайл бонус деген өмірлік бонусымыз бар. Келесі айдың 15-інде берілетін екінші табыс көзі бар. $100 беретін табыс көзін осы шілде айында жаңадан кірген адамдарға $150 берем деп шақырып жатыр біздің компания. Өйткені себебі біздің компанияда өте көп деген адамдар осы информацияны білсе екен, осындай ақпаратты мына жан-жақтағы адамдарға таратса екен, мына кісілер сияқты дендері сау болса екен деп біз сіздерді шақыра отырып, осындай мүмкіндіктерді жіберіп алмай, яғни тегін ішетін жолдарын қолданып отырсаңыздар дейміз. Бұдан басқа біздің компанияда жаңағы 2 ғана адам емес, 3 адамды да шақырып, 3 адамдарыңыз 3 адамнан шақырған кезде басқа да екінші табыс көзінен алатындарыңыз $300 табатын, мінеке алдарыңызда көрініп тұр, 12 адаммен $300 табатын мүмкіндіктеріңіз бар. Келесі 4 адам шақырсаңыздар да болады. Мысалы қазір 23 июль шілде айы болса, 31 шілдеге дейін 10 күн, 7-8 күндеріңіздің өзінде 4 адам шақырып, 5 адам шақырсаңыздар болады. 4 адамды 4 адамдан үйретсеңіздер, $500 алатын да мүмкіндіктеріңіз бар. Келесі 5 адамды айдың аяғына дейін үлгіре аласыздар. 5 адамдарыңыз 5 адамнан шақырған кезде $700 алатын мүмкіндіктеріңіз бар. Сіздердің алдарыңызда мен мақтана айтап кеткім келеді. Осы компанияда жүргелі бері өзім де осындай табыстарға жеткенімнің арқасында, осы компанияның арқасында мен бағана айтып кеттім, қаражат қатты қиын болып солай келген болатынмын. Осы күнгі табыс көзім арқасында бірнеше кредиттарымды жауып, сырт мемлекетінде 4 жылдай мен өмір сүріп келдім өзім. Сондай жерде өмір сүрген арқасында қазір бұрын сонда еститінем шетелде тұратын орыс тілдес, қазақ тілдес азаматтар болса бәріне ақпарат берген арқасында қазір менің командамда Италия мемлекеттерінен де, итальяндық азаматтарда, Германия мемлекеттерінен де, және Азербайжан, жаңағы Башкирия, Россия, Ресей мемлекеттерінен де, жалғыз Қазақстаннан емес, осыншама мемлекеттен бір адамға ақпарат беріп, бірнеше адамдар командама тіркеліп жатыр. Сіздерге де солдай болсын деймін, бұйырсын деймін. Жалғыз мен емес, менің көшбасшыларымда қаншама команда өсіп жатыр. Жалғыз біз Қазақстан ғана осы жерде қазақ тілінде ғана ақпарат беріп отырған жоқпыз. Бізде солтүстік Осетиядан да бар қаншама команда,
Украинадан да бар команда, бізде жаңа Қазақстан ғана емес, Ресейден де бар, Кавказдан да бар. Осындай азаматтар осы өнімдер арқылы, осы тағамдар арқылы жалғыз денсаулықтарын да, қаражаттарын да толтыра отырып, біздің компания уже 8-9 жылдың ішінде үлкен мемлекеттік үлкен компания десем болады. Осылай құралып отырғанның бәрі Бепик 2на2 деген жүйеміз бар, өзіміздің жүйелі түрде күнделікті өткізетін осындай тұсаукесеріміздің арқасында, мына көшбасшыларымыздың арқасында, Райхан Жаманқұлова, Ғалия Серғазина, тағы басқа көшбасшылардың арқасында, осындай жүйеміздің арқасында біз бірнеше халықпен, елмен, жұртпен жұмыс жасап табыстауып отырмыз. Сол табысты сіздер де ала аласыздар. Жаңағыдай табыстарды 2-2 шақырып адамдарыңызды, 2 адамды үйрете отырып, осындай $57.000 дейін табыс табатын мына жерде таблицамызда тұр. Осындай қаражатты сіздерге де жұғысты болсын деймін. Біздерде уже миллионға жуық табыс тапқан Ғалия Серғазина да осы бізбен бірге отыр, компания мына жерде сіздермен бірге. Сондықтан ондай табыстарға дейін жеткілеріңіз келетін болатын болса, шақырған адамдарыңызға бірденен хабарласып, қалай екенін сұрап, осыны тегін шетін жолын іздеп сұрасаңыздар деймін. Мен өзім күнделікті тағам ретінде бірнеше тағамдарды азайтып, осы өнімдерді күнделікті қолданып отырам. 2 сағат, 3 сағат сайын кезекпе кезек алып ішіп отырам. Күнделікті Elevate мен Accelerate'ді ешқашан жаңағы үзген емеспін осы күнге дейін. Сіздерге де солай кеңес етемін. Бірге болайық, бәріміз бірге осы өнімдерді қолданып отырайық.